Алдыңғы жолғы мини-конкурстың жеңімпазына мен өзінің бір апталы ваучерін аккаунтына фчық етіп салып жіберген болатынмын достар. Осы видеода бізде тағы да конкурс, және де бұл конкурстың призі 1000 алмаз достар. Ойлаңыздар, 1000 алмаз. Және де шарттарына келетін болсақ, менің арнама тіркеліп, жанда қоңыраушаға басып, осы видеоға лайктарымызды басу керек. Және де осы видеоны до конца қарап, комментарияға мен қатысамын деп өздеріңіздің айдиларыңызды қалдырып кетсеңіздер болды достар. Бұл конкурстың жауабы осы видеода 3000 лайк жиналған кезде анықталатын болады достар. Сол себепті артық аккаунттарымызбен осы видеоға лайктарымызды басып кетеміз достар. Неге ұзақ десеңіздер, өйткені 1000 алмаз жерде жатқан жоқ достар. Тебя целует, говорит, что любит, и ночами обнимает. Сердце прижимает, а мучаюсь от боли. Со своей любовью фотографии в айфоне. Шелзи әлде Ероха, екі достың қайсы мықты? Сәлем достар, сендермен біргемен тағы да Клэфи. Және де бүгінгі видеода бізде ютуберлер батылы. Ендеше біз бастаймыз. Кеттік! Достар, бүгінгі видеода біз екі ютуберді 3 раунд өткізу арқылы салыстыратын боламыз достар. Бірінші раундта достар, екі ютубердің видеосының качествосын және де екі ютубердің видеосындағы монтажын салыстыратын боламыз достар. Ал екінші раундта достар, бізде деген ютуберлер қалай дамып келе жатыр, яғни айтқанда ютуберлер мынанша айда қанша подписчик жинады деген сияқты ғой достар. Содан кейін екінші раундта біз екі ютубердің активность санын және де подписчик санын салыстыратын боламыз достар. Ал соңғы үшінші раундта достар, біз деген екі ютубердің сыртқы дизайнын және де ішкі дизайнын салыстыратын боламыз достар. Яғни екі ютубердің ава шапкасын және де видеосындағы превьюларын салыстырып, қорытынды нәтиже шығаратын боламыз достар. Ал ендеше біз бастаймыз достар. Енді достар, бірінші раундты Шелзидан бастай берейік достар. Енді Шелзидің видеосындағы качество кәдімгідей HD качество 1080 пиксель және де 60 FPS достар. Енді бұл өте жоғарғы качество десек те болады. Және де Шелзи өзінің видеосына әрдайым монтаж, музыка, көптеген заттарды қосады десек те болады достар. Ал достар, енді Ерохаға келсек, Ероханың видеосындағы качество 720 пиксель және де 60 FPS. Енді бұл Шелзидің видеосының качествосынан бір уровень төмен десек те болады достар. Ал достар, енді Ероханың монтажына келетін болсақ, енді Ероханың видеоларынан аса қатты монтаждары байқамадым достар. Сол себепті Ероха ренжіме. 1-0. Шелзи осы раундты 1-0 есебімен жеңді достар. Ал достар, енді мінеки біз екінші раундты да Шелзиден бастайын деп отырмыз. Енді Шелзи 13 июнь күні 2019 жылы өзінің арнасын ашқан достар. Және де осы кезге дейін Шелзидің жинаған подписчик саны ол 201 000 подписчик достар. Ал енді достар, Шелзидің активностьына келсек, Шелзидің осыдан 2 күн бұрын шығарылған видеосы 173 025 просмотр, 43 000 лайк, 535 дизлайк. Енді трендтің төрінен болмаса да, трендтің 6-шы орнында бұл видеосы тұр екен достар. Ал Ероха болса өзінің арнасын 18 июнь күні 2019 жылы ашқан. Ал Ероханың қазіргі подписчик саны 94 100 подписчик достар. Ероханың соңғы видеосы 103 372 просмотр, 18 000 лайк, 238 дизлайк пен трендтің 17-ші орнын алған достар. Ал енді достар, енді бұлай ойлап қарасақ, Ероханың подписчик саны 94 100 подписчик, ал соңғы видеосында 100 000-нан астам просмотр жинаған достар. Ал Шелзидің арнасында қазіргі таңда 200 000 подписчик бар,
Ал соңғы видеосы 173 мың просмотр жинаған достар. Енді көріп тұрғандарыңда енді бұл жерде деген Ероханы да Шелзиді да ренжітудің қажеті жоқ достар. Ал ендеше есеп 2-1. Шелзи 2-1 есебімен Ероханы жеңіп келуде достар. Ал енді мінеки достар, енді біз соңғы шешуші раундқа да келіп жеттік. Және енді біз тағы да Шелзиден бастайтын боламыз. Енді Шелзидің авашапкасы просто топ. Енді Шелзидің авашапкасында космонавт мысық бар, және Шелзи деген жазу, және астында Free Fire деген жазу бар достар, қателеспесем. Енді Шелзидің авашапкасы өзіме қатты ұнайды. Ал енді достар, Шелзидің превьюна келетін болсақ, енді Шелзидің превьюна мүлдем сөзім жоқ. Шелзидің превьюді өте керемет, топовый десек те болады достар, енді солай. Ал енді достар, Ероханың авашапкасына келсек, енді Ероханың авашапкасын Шелзидан төмен немесе жоғары демеймін достар. Енді Ероханың авашапкасы да өзіме қатты ұнайды десек те болады. Сол себепті Ероханың авашапкасын Шелзидан төмен немесе жоғары демеймін достар. Ал енді Ероханың превьюларына келетін болсақ, енді менің ойымша достар, Шелзи мен Ероханың превьюларын жасайтын бір адам деп ойлаймын достар, өйткені деген кәдімгідей айнытпай жасайды ғой достар, эффекттары анау мынау барлығы сондай. Сол себепті қорытынды нәтижеге келсек, Шелзида 2 ұпай, Ерохада 2 ұпай. Сол себепті бұл ютуберлер батылында достық жеңді достар. Осымен достар, біздің видеомыз аяқталды. Осы видеоға лайктарымызды басып, комментарияға сізге қай ютубер ұнайды екенін комментарияға жазып кетсеңіз болады достар. Енді мен барлығын оқитын боламын. Енді сендермен бірге болған мен Клэфи. Амандықта, саулықта жүздескенше. Давайте балдар!